Selam dostlar. Осы видеодан шейк эффектін істейміз. Оған керекті эффектлерді қазір көрсетемін. Бізге керек эффекті трансформ. Қойылған эффектінің настройкасын қазір жасаймыз. Ол үшін осы жерден бастап өзгерістер енгіземіз. Ол үшін ключевой точка қоямыз. Тағы 5 кадр алдыға жүреміз. Бұл жерден біз 110 дейміз. Тағы 5 кадр алдыға жүреміз. Ноль бірінші нүктесі 3 кадрдан кейін. Минус 3. Үш кадрдан кейін. Плюс 3. Төртінші екі кадрдан кейін. Минус 1. Үш кадрдан плюс 1. Енді видеомызға қараймыз. Осы настройкаларды біз тағы екі жерге көшіреміз. Сосын арасындағы кейбір детальдерді ғана өзгертіп отырамыз. Мысалға, екінші настройкасында біз 15 қыламыз мына жерде. Мына жерде минус 3 қыламыз. Минус 4 қыламыз мына жерде. Мына жерде 120 қыламыз.
Ал мына нүктелерден -5 қыламыз. Тоғыз нұсқада ол былай көрінеді.